Қақтығыстар кезінде ақ халаттыларға да қару кезенетіндер шықты. Ауруханаларды атқылап тіпті бомбаның астына алатындар да бар. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі кезінде шекарасыз дәрігерлер өкілдері осылайша өз наразылықтарын білдірді. 2015 жылы Ауғанның Құндыз қаласындағы шекарасыз дәрігерлер гуманитарлық ұйымның госпиталіне әуеден соққы жасау оқиғасы жиын барысында егжей-тегжейлі талқыланды. Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Америка тарапы осы ретте ұйым мүшелерінен адам өліміне әкелген қатерлік үшін кешірім сұрады. Ақш өкілі Мишель Сайсон соңғы 6 ай ішінде Құндыздағы аурухананы әуеден шабуылдау операциясына қатысы бар 16 әскери қызметкерді Пентагон тәртіптік жауапқа тартқанын жеткізді. Отырыста шекарасыз дәрігерлер ұйымының президенті де болды. 4 of the 5 permanent members. Америка тарапы халықаралық гуманитарлық құқықты бұзғанын мойындап отыр, бірақ бұл қанды қасапқа кінәлілер бір уақытта соттың, тергеушінің және алқабилердің қызметін атқара алмайды. Қауіпсіздік кеңесінің жанындағы 5 тұрақты мүшенің 4-еуі де осы шабуылға кінәлілердің коалициясында болды. Олар да осы қылмысқа жауапты. Басқа мемлекеттерге үлгі болу үшін мына қақтығыстарды өздеріңіз доғарыңыздар.